Сәлем достар, сіздермен Арайлым үй жағдайында құрамында ешқандай дрож қоспайтын осындай шелпек дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе асығыс кезде, жеті шелпек пісіру керек болған кезде дәл менің рецептім бойынша жасасаңыздар керемет болып шығады. Бізге ең алдымен керегі жұмыртқа, тұз, сұйық май, қант, және де сода, жылы су, жылы сүт және де ұн қажет. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, оның үстінен сұйық майымызды және де жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, қанша қосу керектігін описаниеда қалдырамын. Және де оның үстіне бір шай қасық тұз, бір ас қасық қантымызды саламыз. Екеуі жақсылап ерігенше қасықтың көмегімен араластырамыз. Еріп шықты. Енді осы кезде жарты шай қасық содамызды қосып араластырып жібереміз. Ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Ұнды көрсетілген мөлшерден көп салып қоймаңыздар, өйткені көп салып қойсаңыздар қамырларыңыз қатты болып, пісу барысында қатты болып қалады. Мінекей осындай жұмсақ болып қамыр иленуі керек. Енді бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Неге уақыт өтіп шықты, біздің қамырымыз дайын болды. Енді алдымен 7 бөлікке бөліп алып, дөңгелек пішінге келтіреміз. Сол кезде біздің қамырларымыз жақсы біркелкі жайылатын болады. Мінеке барлығын дайындап алдық. Енді қамырларымызды жайып шығамыз. Алдымен ұнымызға қамырды екі жағынан малып аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен барынша жұқалау қылып жаюға тырысыңыздар. Осы орайда достар, қатты да жұқа қылып қоймаңыздар, және де қатты қалың болып кетпесін. Орташа мөлшерде шамалы ғана жұқалау қылып жайсаңыздар жеткілікті. Барлығын жайып аласыздар. Міндетті түрде қызып тұрған майға қуырасыздар. Егер майларыңыз қызбаса, майды өзіне сіңіріп алып, майлы болып қалады. Сол үшін міндетті түрде қызып тұрған майда қуырып алуларыңыз керек, және де майды барынша молырақ қылып құйсаңыздар, молырақ майда қуырсаңыздар жақсы шығады. Өте тез қуырылады. Сол үшін бір 10-15 секундтың ішінде біздің шелпектеріміз дайын болады. Әр қайсысын қуыру үшін 10-15 секунд жеткілікті. Екінші шелпекті салатын кезде де майларыңызды шамалы қыздырып аласыздар. Осылай қасықтың көмегімен майды құйсаңыздар, осындай бірнеше көтеріліп, әдемі болып шығады. Осылай жасаңыздар. Шамалы қызарғаннан кейін екінші бетіне ауыстырып, тағы да бір 10 секундтай ұстаймыз. 10 секундтан кейін біздің шелпегімізді осылай дайын болады. Мінеке достар, қарап тұрғандарыңыздай ешқандай майды өзіне сіңірген жоқ, өте әдемі, дәмді, ерекше болып шықты. Дәл менің рецептімен жасап көрсеңіздер еш өкінбейсіздер. Балаларыңыз таласып қойып жеп қояды ғой. Міндетті түрде жасап каналыма тіркеліп қойыңыз.